Құрметті оқушы, қазір біз сізбен 6 сыныптың математика кітабындағы 289-шы есепті шығарамыз. Есептің берілгені мынадай. Жасыл, қызыл және сары түсті шарлардан тізбе жасалған. Ондағы сары түсті емес шарлар 23, қызыл түсті емес шарлар 20, ал жасыл түсті емес шарлар 15. Сұрақ, тізбеде барлығы неше шар бар? Жасыл түсті шар нешеу, сары түсті шар нешеу? Енді осыларды табуымыз керек. Бірінші, бізге қандай ақпарат берілген? Сары түсті емес шарлар 23. Бізде сарыдан басқа қызыл және жасыл шарлар бар, е? Сонда қызыл қосылған жасыл шарлар, олардың саны 23 дегенді білдіреді. Түсінікті ғой? Келесі. Қызыл түсті емес шарлар 20. Қызыл түсті емес, демек ол бізде сары қосылған жасыл дегенді білдіреді. Теңдігінде 20. Міне, қызыл түсті емес, олардың қосындысы 20. Ал жасыл түсті емес шарлар 15. Жасыл түсті емес, олар бізде қызыл қосылған сары, жасыл түсті емес. Сары теңдігінде 15. Міне, бізде 3 теңдеу шықты. Енді бізге қызыл нешеу, сары нешеу, жасыл нешеу осы жерден таба аламыз. Алдымен бірінші сұрақ, тізбеде барлығы неше шар бар дейді. Енді бізге қарайықшы. Міне, мына сол жақтарын қосайық, және оң жақтарын қосайық. Сол жақтарын қоссақ, қызыл шарларды біз 2 рет санаймыз. Сары шарларды 2 рет санаймыз. Жасыл шарларды 2 рет санаймыз. Сонда барлығы, мына сол жағын қосатын болсақ, бізде не шығады? 2 көбейтілген қызыл, 2 көбейтілген қызыл шарлар. Плюс, дәл солай 2 көбейтілген сары шарлар. Сары. Қосылған 2 көбейтілген жасыл шарлар. Түсінікті ғой? Теңдігінде, міне, сол жағын қосып алдым барлығын бір-біріне. Енді оң жағында қосам, 23-ке 20-ны қосам, 43, оған 15-ті қосам, 58. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз біз барлық шар ғой, соны 2-ке көбейтіп тұрмыз деген сөз. Өйткені әрқайсысын біз 2-2-ден санап тұрмыз, е? Сонда бізде барлығы қызыл қосылған сары қосылған жасыл тең болады 58-ді мен 2-ке бөлем. Өйткені мына жерде айттық жаңа. 2 рет санадық, демек барлығын табу үшін мен 58-ді 2-ке бөлуім керек. 29. Сонда барлығы 29 шар бар. Түсінікті ғой? Келесі. Жасыл түсті шар нешеу? Жасыл түсті шар нешеу дейді. Енді бұл жерден жасыл түсті шарды табу үшін біз білеміз, міне, жасыл түсті емес шарлар 15. Жасыл түсті емес шарлар. Қызыл мен сарының қосындысы 15 деген сөз. Демек, жасыл түстін табу үшін жасыл шарлар мен 29-дан барлығы азайтамын жасыл түсті емес шарларды. Олар бізде 15. Теңдігінде 14. Түсінікті ғой міне? Жасыл түсті шарлар, олар 14. 29-дан 15 азайттым. Келесі сұрақ. Сары түсті шар нешеу? Дәл осылай, сары түсті шар нешеу? Демек, сары түсті емес шарлар бізде міне 23. Онда сары шарлар 29-дан барлығы 29 шар бар, азайтам сары түсті емес шарлар. Олар 23. Теңдігінде сонда сары шарлар бізде 6 болады екен. Түсінікті, Енді қызыл түсті шарларды да таба салайық. Қызыл түсті шарларды қалай табуға болады? Қызыл шарлар. Олар бізде, міне, 29. Азайтамын. Жасыл шарлар 14. Азайтамын. Сары шарлар 6. Теңдігінде 29-дан 14 азайтамын. 15. 15-тен 6 азайтамын. 9 шар.
Енді есептің шартын тексеріп көрейік. Міне барлығы 29 шығып тұр ғой. Шығып тұр қосындысы. Қызыл және жасыл шарлар нешеу? 23. Қызыл мен жасыл шарлар мен 9-ға 14-ті қосам. 20 шығып тұр. Сары мен жасыл шарлар 20. Міне 6-ға 14-ті қосам 20 шығып тұр. Қызыл және сары шарлар 15. Қызыл мен сары шарларды қоссам 9-ға 6-ны 15 шығып тұр. Сонымен сізге егер видео түрінде тағы да сабақтар шықсын десеңіз, каналға жазыламыз және лайк басамыз. Егер қосымша сұрақтарыңыз және онлайн сабақтар туралы білгіңіз келсе, онда менің жеке WhatsApp нөміріме жазуыңызға болады.